Бүгін 9 тамыз 2018 жыл. Мына жерде жеке көлік, көлік бақылау мекемесі, транспортник дейма. Брошенный бұрынғы май бекеті. Енді білмеймін ғой, госрекеттер ма бұл, білмеймін енді. Қоятын таразда жоқ. Мына желде қандай тараз қойған жағдайда да 1-2 тонна разница беретіні белгілі. Бірақ бұл транспортниктер қызықтыратын емес. Көлік тоқтатып, мына жерде заңсыздықты белшесінен басып тұрған жағдайы бар. Шара қолдану керек мынаған. Шағын орта бизнесті қайып дамытамыз, көрінген жерде мынандай мекемелер тұрса. Қай облыс, бауырым? Қай облыс? Қай облыстансың? Түсінбедім. Оңтүстік Қазақстан. Бұрынғы оңтүстік Қазақстан десе, сен қай облыс істейтінді ұмытып қалыпсың ғой, Иә, өзіңді ауыз. Гаиге ауызсай, ана таяғыңды желестетпей. Тоқтатуға мүмкіндік бар ма сендерде? Көлік тоқтатуға сендерде рұқсат бар ма? Бұл государственный мекеме емес қой, қалай тоқтатады бұл? Көлік бақылау мекемесі государственный учреждение ма? Білмейді екенбіз оны. Государственный мекеме көбейіп кетті бұл бақылайтын,